бұл жерде Омарбек мырза осы бір нәрсеге көңіл бөлу керек. Студент өзін тыңдайтын, өзін ойын жеткізе білетін ортаны іздейді. Супер. Ал университет сондай ортаға айналу керек. Олардың бірі бұл ашықтық қой. Жалпы мен өзім оқытушылық қызметтен бастаған кезінде де мүлде студенттерге айтатын, қай тілде сөйлесең де сөйле, басты ойыңды жеткізе біл деп. Оған шектеу қоймайтын. Қателесіп сөйлесем десең де қорықпа деп. Ең басты ойыңды жеткізе біл. Дұрыс. Қандай керемет. Ұлттық бірыңғай тестілеу бұл соңғы нүкте емес. Күшті. Бұл өмірдің бір кезеңі ғана. Біз дәстүрлі түрге айналдырдық. Мынау ұлттық бірыңғай тестілеу өткеннен кейін мемлекеттік гранттар бәрі абитуриенттер, талапкерлерге берілгеннен кейін университет ішінде антиолимпиада ұйымдастырылады. Антиолимпиада. Антиолимпиада. Вау. Мету бұл? Мүмкіндік. Вау. Мүмкіндік. Бүкіл әлем ашатын мүмкіндік. Супер. Керемет. Мету университеті бұл бренд емес. Бұл нақты мүмкіндіктер алаңы. Ал мүмкіндіктер өзінің болашағын саналы түрде құру. Сәлем, құрметті тыңдарман. Кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Біз бұл подкастта білім туралы, ғылым туралы, мамандықтар әлемін және университеттердің қыр-сырын, ерекшелігін, сізге қызық болған грант түрлерін, қаншама мүмкіндіктерін, халықаралық деңгейге шығу жолдан барлығын сөйлесеміз. Бұндай подкаст әрине ата-ананы қызықты, талапкерлерді қызықты. Бүгін подкастымыздың қонағы Мету университетінің ректоры Дархан Берікұлы. Қош келдіңіз, Дархан мырза. Рахмет, Омарбек мырза. Бүгін енді ерекше подкаст. Бүгін сіздермен еркін форматта жалпы осы білім туралы, ғылым туралы, сіздің университет туралы көп сөйлескіміз келеді. Жалпы қазіргі таңда бізде үлкен алпауыт компаниялар бар. Google бар, немесе жаңадай білеміз Amazon. Бұлар қазір дипломға қатты мән бермейді. Көбінесе скиллстар дейміз. Баланың қабілеті мән береді. Мен білем, сіздің университетіңіз бір трансформация өзгертті. Атауын ребрейнд жасады. Бұл жай ғашейін бір қызық атпа, әлде шын мәнде білімге, сапаға көңіл бөлетін ерекше бір жақындау ма? Осы туралы бір сұхбаттан бастасақ, өйткені көбісі сізді жаңадай Мету университетін енді бұрынғы атын көп білмейтіндер де бар. Жаңа атау бұл не дейтіндер де бар. Сол туралы бір сізден бір ақпарат алсақ. Омарбек мырза, сұхбатымызда өте өзекті сұрақтан бастадыңыз. Шынымен де қазір университеттер өзінің атауымен емес, өзінің сыртқы имиджімен емес, нақты нәтижелермен бағаланды. Университет, Мету университеті бұл тек қана атауының өзгеруі ғана емес, бұл университеттің даму философиясының түпкілікті трансформациясы. Супер. Біз классикалық модельден, яғни білім берумен шектелетін жүйеден студенттің түпкілікті кәсіби және тұлға ретінде қалыптасатын экожүйесіне өттік. Қазіргі таңда бәріне белгілі еңбек нарығында тек теориялық білімді талап етпейді. Ол аналитикалық ойлауды, нақты дағдыларды. Қазіргі таңда керемет өте дамып жатқан заманда осы заманға сай болу үшін икемділік пен бейімділік қабілеттіліктерді талап етеді. Осыларды ескере отырып, біз университетінің барлық білім беру бағдарламаларын қайта қарадық. Бірқатар білім беру бағдарламаларын оңтайландырдық. Бірқатар білім беру бағдарламаларын жаңарттық. Жаңа білім беру бағдарламаларын аштық. Бұл жерде біз тәжірибеге бағытталған оқытуды күшейттік. Индустриямен байланыстың деңгейін жүйеге қойдық. Яғни қазіргі Мету университеті осы нарыққа қажетті сұранысқа ие студенттерді оқытып, түлектерді шығарып жатыр. Тамаша, өте керемет. То есть қазіргі осы трансформация дейсіз, жаңа атау, бұның барлығы ертеңгі күні біздің болашағымыз үшін ғой. Әрине.
Студент, мету студенті бұл тек қана білім алушы ғана емес. Ол болашақ маман ретінде қалыптасу процесінің белсенді қатысушысы. Университет қабырғасында жобалармен айналысады, нақты кейстарды шешеді. Және де өндіріс ортасын ерте кезеңнен бастап араласады. Яғни ашық айтқан кезде, Омарбек мырза, мету университеті бұл бренд емес. Бұл нақты мүмкіндіктер алаңы. Ал мүмкіндіктер өзінің болашағын саналы түрде құру. Тамаша, керемет. Жалпы Дархан мырза, бір нәрсе өзгерту қиын, білем. Нереально қиын. Әсіресе мына университеттегі мысалда атау емес, жаңа айтқан салқы үлкен бір трансформация деймін мысалда, болашақта бір нәрсе өзгерту үшін бір шыдамдық керек. Шыдамдыққа ол жақсы мықты басшы керек. Мен білем, сіздің білім жолыңызды білем. Қарадым, көрдім. Көп жастарға үлгісіз негізінде. Кішігірім көрермендерге өзіңізді айтып кетсеңіз, өзіңіздің еңбек жолыңызды, яғни көптеген жас ертеңгі күні сізге қарап үлгі алады. Мына сіздің батыл әрекеттеріңіз бәлкім көптеген ата-аналарға, көптеген ұжымға, университетке бір серпін беруі мүмкін. Бір өзіңіз туралы жақын танысақ. Енді осы білім саласында болу бұл кездейсоқ емес. Бұл саналы түрде терең ойланып қабылданған шешім. Себебі уақыт өте түсінесіз. Әр саланың негізінде адам капиталы жатыр. Өте маңызды. Супер. Ал адам капиталының негізгі қалаушы орта бұл білім беру жүйесі. Керемет. Еңбек жолында өндірістен бастадық. Университет қабырғасында ассистенттік қызметтен бастадық. Оқытушылық қызметпен айналыстық. Аспирантураға түстік. Ғылыми диссертацияны қорғадық. Супер. Және де әртүрлі деңгейде жоғары білім беру жүйесінде басқарушылық шешімдермен жұмыс атқардым. Бірақ осы жерде түйгенім, қандай сала болмасын, қандай деңгей болмасын, барлық түпкілі білімнің сапасына жүгінетін көзім жетті. Яғни университет бұл тек қана білім беретін мекеме емес. Университет бұл еңбекқорлықты талап ететін орын. Яғни қатты қағаздан үшін келмеу керек дейсіз ғой, да, ата-ана? Өте дұрыс айттыңыз. Университет, мету университеті бұл диплом емес. Бұл скилл орталық. Күшті. Скилл ол өздігінен пайда болмайды. Скилл ол сапалы білім беретін ортада пайда болады. Менің осы жерде бір алған түсінігім, егер бір студенттің тағдырын өзгертсе, ол бір отбасының болашағын құрайды. Супер. Егер мыңдаған студенттің тағдырын өзгертсе, ол тұтастай қоғамның дамуына әсер етеді. Керемет, керемет. Өте жақсы. Жалпы ана отбасы дедіңіз ғой. Жалпы отан, мемлекет бір отбасынан құралады, дұрыс емес пе? Бір отбасының тұтастай жаңа ертең елге пайдалы болуы, ертең мемлекетке де шығын емес, керісінше пайда деген сөз. Әрине. Мына сөздеріңіз мен үшін қатты ұнады. Яғни айтады ғой, шын мәнінде құрметті көрермен, бір мекеменің басшысы, ректор лапылдап жанған кезде, осылай бір өзгерістерге шынайы бір төтеп берген кезде ертең жемісін көреміз. Бүгін емес, ертең көреміз. И байқасаңыздар, Дархан мырза былай степ бай степ дейді ағылшынша. Бәрі қадам-қадаммен осылай бір ректор болған адам. Енді қараңыз, бұның барлығы ертеңгі күні тікелей студенттерге де әсер етеді. Демек, сіз енді бір осылай қадам-қадам келдіңіз. Демек, сіз студенттерге жақынсыз ғой, былай қарасаңыз, дұрыс емес пе? Яғни сіздегі жалпы университеттің енді басшысы ретінде студенттермен былай қалай еркін форматта, мысалы студенттер келіп сізбен еркін шай іше ала ма, еркін сұрақ сұрай ала ма? Бізде мысалы көбінесе енді Қазақстанда бір қалыптасқан жүйе бар, мысалы, ойбай басшы қол жеткізе алмаймыз, мүмкін емес дейтін сияқты. Жалпы студенттермен қарым-қатынасыңыз қалай? Сіздің жалпы метудың студенттерінің болмысы қалай деп айтайыншы, кішкене осы туралы ақпарат берсеңіз бізге. Енді бұл өте жақсы сұрақ. Жалпы университеттердің басты қағидаларының бірі бұл ашықтық қой. Жалпы мен өзім оқытушылық қызметтен бастаған кезінде де мүлде студенттерге айтатын, қай тілде сөйлесең де сөйле, басты ойыңды жеткізе біл деп. Оған шектеу қоймайтын. Қателесіп сөйлесем десең де қорықпа деп. Ең басты ойыңды жеткізе біл. Дұрыс. Қандай керемет. Ал мету университетінде бізде ең қатты дамыған бұл
студенттік өзінің өзі басқару жүйесі. Мгм. Студенттік ректор бар, Мгм. студенттік проректорлар бар, Мгм. студенттік декан бар, және студенттік ұйымдар бар. Супер. Осы студенттік ректордан бастап студенттік ұйымдарға дейін ішінгі мүшелерін студенттердің өздері ашық таңдайды. Ашық сайлау өтеді. Бұл Қандай жерде керемет. университет басшылығының ешбір айтылғандай бір салмағы жоқ. Бәрі өзі шешеді, Бәрі өздері шешеді. Мықты, күшті. Енді ол бір мәселе. Екінші мәселе, университетімізде шешім қабылдайтын барлық стратегиялық құрылымдарда айтатын болсақ, бұл бақылау кеңесінен бастап, ғылыми кеңесіне дейін, мынау білім беру бағдарламаларын жоспарлайтын, әзірлейтін академиялық комитет мүшелері осы студенттер бар. Яғни бұл қарап отырсаңыз, барлық мынау басты стратегия шешімдер қабылданатын құрылымдарда студенттердің бар болу университеттің ашықтығын көрсетеді. Бұл құрылымдарда студенттер өзінің ойын жеткізе біледі. Керемет. Ол жерде Омарбек мырза осы бір нәрсеге көңіл бөлу керек. Студент өзін тыңдайтын, өзінің ойын жеткізе білетін ортаны іздейді. Супер. Ал университет сондай ортаға айналу керек. Вау. Осы жерде бір пауза басайық, қайтадан келем, Дархан мырза. Жалпы мына студент өзі еркін сезеді дейсіз ғой, мысалы, еркін сезіну арқылы шын мәнінде кей кезде сол кезде идея пайда болады, креатив пайда болады. Мысалы, сізбен студенттер еркін сөйлескен кезде, получается, бұл уже профессормен де, деканмен де барып өз ойын еркін айтылады деген сөз. Дұрыс қой да? Құрметті ата-аналар, бұл өте маңызды мәселе. Яғни біз көбінесе ойлаймыз, университетте бүйтіп отыру керек. Олай емес. Университет бұл адам тұлғасының қабілетін ашатын жер. Қатты қағаз үшін емес, наоборот, өзіңізді көрсету үшін. Осындай кезде communication skills өте маңызды. Бұл не? Сөйлесу. Networking өте маңызды. Бұл не? Қарым-қатынас. Яғни осындай кезде студент деканмен, куратормен, достарымен, тіпті ректормен егер емін-еркін сөйлесетін болса, ертең бұл қоғамның айнасы болады. Бұл бала ертең күні, мен сізге айтайын, әкіммен сөйлесе алады. Тіпті президент келген кезде қобалжымайды, өз ойын, өз идеясын еркін жеткізе алады. Сондықтан да университет бұл баланың даму ортамы. Міне, даму осындай тамаша басшылармен тамаша ортада пайда болады. Сондықтан да жалпы сөзіңіз өте керемет. Ата-анаға нағыз керек дүниелердің біреуі еркін форматтағы университетте ертең баланы да болашағын ашатын, баланың шынайы келбетін көрсететін орта. Өте керемет, Дархан мырза. Жалпы студенттеріңіз еркін. Окей. Енді келейік. Қазір бізде көп ата-ана көреді осы подкасттарымызды. Енді как профанатолог ретінде маған ең көп ата-ана сұрайтын сұрақ осы. Аға, грант бар ма дейді. Мен түсінем, ата-анаға бір жағынан қаржылай. Үлкен бір финансовый көмек. Бір жағынан кез келген талапкер, болашақ студент өзін дәлелдегісі келеді. Яғни бәлкім ол өзінің білімімен, жеткен жетістігімен мысалда өзін дәлелдеп ата-анасы қуантқысы келеді. Осындай кезде енді өзіңіз басқарып отырған университеттерде мысалда университетте метода қандай гранттар бар, қандай мүмкіндік айтылады, қандай ертең ата-анаға, балаға қуантатын бір ақпарат бере аласыз. Осы жері, осы бөлімін ойлаймын, әрбір ата-ана қайта көретін бөлімше болу керек. Осы туралы ақпарат берсеңіз бізге. Жақсы. Енді жалпы мемлекеттік білім тапсырыстарынан бастайық. Бізде барлық білім беру бағдарламаларына мемлекеттік гранттарға түскен жағдайда түсуге болады оқуға. Және де осы мемлекеттік гранттардан басқа университет ұсынатын ректорлық гранттар бар. Осыған тоқталайықшы. Университет осында ректорлық гранттар бар. Бұл бірінші алтын белгі иегерлеріне. Супер. Сонымен қатар спорттық салада болсын, ғылыми жетістіктер, республикалық олимпиада жеңімпаздарына, халықаралық олимпиада жеңімпаздарына ректорлық гранттар ұсынылады. Полный грант. Полный грант. 4 жылға. Бірақ талап бар. Ол не? Өзінің білімін дәлелдеу. Яғни GPA, оқу үлгерімі нормально болу. Енді олимпиададан орын алған адам, алтын белгі қорғаған адам, республика дәреже көрсеткен адам дәлелдеу керек деп ойлаймын. Бұл ата-ана нормально, дұрыс қабылдайды деп ойлаймын бұның барлығын. Бұл не үшін деп сұрайсыз ғой? Неліктен? Мысалы, университет гранттарды бере береді. Бұл сол балаларды мотивациялау үшін. Супер. Ол себебі олимпиаданың жеңімпазы, спорттың жеңімпазы, олар нақты еңбек төккен балалар. Ол жүйелі түрде еңбек жасаған балалар. Сол балаларды қолдау үшін. Бірақ әрі қарай университеттің қоятын талабы сол университет қабырғасына жеткен жетістіктерін әрі қарай дамытып жетілдіру үшін. Тоқтатпау керек дейсіз ғой. Олар басқа студенттерге үлгі болу керек. Супер.
Қандай керемет. Үлгі болып түсті, Аха. үлгі болып Жалғастырып үлгі болып жұбап алу керек дейсіз ғой да. Керемет. Ата-ана, мен бір жерде айта кетейін. Қараңызшы, егер арамызда шын мәнінде алтын белгілер, бұл мен емес, ректордың өзі айтты. Алтын белгілер. 4 жылға қойды ректорымызға. 4 жыл. 4 жылға алтын белгілер. Республикалық олимпиада жүлдегерлері. Әртүрлі ғылыми жобалардан орын алғандар. Дұрыс емес па? Оның енді тізімін мен бәрін қайталамай қой, тізім барлығын бұйырса осы подкасттың төмен жағына немесе Instagram, әртүрлі TikTokта бөлсеміз, және де мен телефон беріп қоямын. Тікелей кімде қандай жетістік бар, осы университеттің приемный комиссиясына, телефонына хабарласыңыздар, дәлелдеңіздер. Бұл балаңыздың жетістігі, бұл балаңыздың еңбегі. Вот сіздің балаңыздың еңбегін бағалайтын тамаша университет. Жалпы Дархан мырза, алтын белгілерге мемлекет тарапынан грант жоқ. Оны жаңа мемлекет грант айттыңыз ғой. Мемлекет тарапынан да тікелей грант жоқ. Кезінде берген едік мемлекет 2016-17-те бой, 18-де есімде жоқ. Одан кейін қазір алтын белгілер тек қана балл бірдей болған кезде мемлекеттік грантта преимущество, яғни мүмкіндігі жоғары болады. Айтпесе тікелей грант берілмейді. Сіздің осылай тікелей грант беруіңіз бұл керемет жағдай. Келейік мемлекеттік грантқа. Мемлекеттік грант сіздерде барлық бағыттарда бар ғой да? Барлығы. Бір егер мүмкіндік болса, қай бағыттар ата-анаға мысалда, енді көп ата-ана таңдау пәнін ғана біледі ғой мысалда. Сонымен қатар мен естуім бар, былтыр мемлекеттік грант түскендерге ма бір күшті сыйлық бердіңіз. Сол айтып беріңізші. Осы мемлекеттік грант және берген сыйлығыңыз маған қатты ұнаған сол кезде. Сыйлықтан бастайық. Давай сыйлықтан бастаңызшы. Сыйлықтан бастаңыз. Қызық. Біз дәстүрге айналдырдық. Мемлекеттік білім гранттарының иегерлеріне университет тарапынан біз тегін ноутбук сыйлаймыз. Тегін ноутбук. Тегін ноутбук сыйлаймыз. Вау. Салтанатты түрде оны жүзеге асырамыз. Табыстайсыздар. Вау, күшті. Ал бұл жерде қараңыз, енді қазір ойлап қалуы мүмкін, тек қана осы алтын белгілері ғана беріліп жатыр ма? Мысалға ақылы түскен балаға ары қарай сол ақылы бітіре ме деген сияқты сұрақ туындайды ғой. Иә, өте маңызды, Олай өте емес. маңызды. Ол жерде де біз мысалы кей кезде табандылық пен еңбекқорлық та үлкен нәтижеге алып келеді. Осыны біз университет қабырғасында көріп келе жатырмыз. Күшті. Егер университет қабырғасына ақылы негізге түсіп, өзінің білімін, яғни өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз, GPA жоғары болған кезде, біз де оның келесі оқу жылына ректорлық грант ұсынамыз. Вау. Қанша болу керек? Егер тегін болмаса? Бәрі 5 болу керек. Бәрі 5 болу. Бәрі 5 болған кезде Қазіргі жоқ, үйреніп кеткен жаңа мектеп басынан 5 қой да. Бізде қазір өте жақсы. Иә, өте жақсы. A дейміз ғой да. A, B, C, D құрметті аталар, бұлар бәрі A болған кезде, яғни сіздің тіліңізден 5, біздің тілімізден бұл кредит системада A дейміз. Бәрі A болған кезде ректорлық грант ұсынасыздар. Иә, біз бұны 2 жыл қатарынан бұл экспериментал түрде көрдік. Қалай болдың, бірақ қазір байқап отырмыз, студенттердің талпынысы өте жоғары кетті. Күшті. Мотивация ғой балаға. Өте мотивация. Оқиды ғой. Вау, қандай керемет. Жалпы Дархан мырза, мен білемін, ұбт бұл негізі көрсеткіш емес. Кейбір балалар бар, ұбт-дан мына болады, стресспен кіруі мүмкін, мысалы, дұрыс көрсете алмаса да, бірақ университет қабырғасында сізбен шай ішіп отырып, деканмен шай ішіп отырып, балада идея креатив пайда болады. Сабағын жақсы оқиды. Демек, ертеңгі күні бала ақылдан грантқа ауыса алады ғой. Ауыса алады. Бұл күшті. Бағана бір сөзіңіз жаңағыдай ноутбук беремін дедіңіз. Бұл тек қана сонда мемлекеттік грант иегерлеріне беріледі ғой да, ноутбук. Бүгін таңдай. Мемлекеттік грант иегерлеріне беріледі. Тек қана соған беріледі. Яғни алтын белгі, итак сіз оны ішкі ректорлық грант бергендіктен, оған ноутбук жоқ. Окей, тамаша. Ата-ана, құлағыңыздарға мемлекеттік грант иегері болсаңыз, университет тарапынан, ректор тарапынан сізге ноутбук. 4 жыл ноутбук сонда қалады ғой да, баладағы. Өзінде ғой. Алмайсыз ғой. Жоқ, ондай. Жақсы. Қараңыз, ноутбук күшті нәрсе. Сіз грантқа түсесіз, мемлекет стипендия аласыз, и плюс ректорден осылай бір тамаша ноутбук аласыз. Ал алтын белгі, респадан сондай бір күшті нәрсеңіз бар болса, пожалуйста, ректор грант. Тіпті ақылға түссеңіз де don't worry, be happy. Сізге жақсы оқысаңыз, оқу үлгерімі жақсы болса, міне көрдіңіз ғой да, бүкіл сабақ 5 болу шартымен тікелей ректордың грантын аласыздар. Бұл күшті. Мен ойлаймын, осы бөлімшені бір 5-10 минутты қайта аталар көретін сияқты, өйткені ата-анаға ең керекті дүние гранттар. Дархан мырза, өте керемет. Жалпы гранттар түсіндік. Мемлекет грант бар, жақсы, тамаша. Мемлекет гранттарға ноутбук бересіз, күшті, керемет. Мемлекет стипендия алады. Алтын белгілерге күшті жағдай жасадыңыздар, және әртүрлі жетістіктер жағдай жасадыңыздар. Енді бала келді, жалпы енді студент болды. Яғни көп балалардың қазіргі таңда бір сондай бір тенденция деп айтайыншы.
шетелдендіру деген не бар. Шетелге шығу. Шыға алмаса да шетелге жіберетін бір сон университеттер немесе студент кезінде сондай бір дамушы орта деп айтылып мысалы да. Жалпы студент кезінде балаға не ұсынасыздар? Мысалы да, халықаралық деңгейде ертең шетелге шығу мүмкіндігі бар ма? Немесе жаңағыдай сондай компаниялар бар ма? Болды жаңағыдай кейбір уже 2-3 курстан бастап компаниялармен жұмыс істеу тәсілдері, яғни студенттерге не бересіз? Ол да мен ойлаймын ата-анаға да маңызды, балаға да маңызды. Әрине. Өте жақсы сұрақ. Енді қазіргі таңда біздің студенттерге тек қана жергілікті нарықта ғана бәсекелесті болмау керек. Сонымен қатар да жаһандық кеңістікте өте бәсекелесті болу керек. Ол үшін біз университетімізде халықаралық деңгейдегі іс-шаралар жүзеге асырамыз. Бұл академия ұтқырлықты жүзеге асыру. Тамаша. Бұл бірлескен шетелдік жоғары оқу орындарымен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру. Күшті. Бұл шетелдік әйгілі профессорларды университет қабырғасына шақыру. Сонымен қатар бұл тек қана студенттерге қатысты болатын болса, оқытушыларға қатысты біз оқытушыларымызды сыртқы шетелге жіберіп отырамыз. То есть тек қана студент емес, еще профессорлар оқытушыларымды да оларды шетелге жіберіп отырасыздар. Әрине. Студенттерді. Әрине. Бұл жерде енді атап өту керек, мысалға соңғы осы алысқа кетпей қояйық, осы көктемгі семестрді алып отырайық, Ұлыбританияның жетекші университеттерінен келді, Түркияның жетекші университеттерінен келді, Аргентинаның да жетекші университеттерінен келді. Сондай бір мүмкіндік туды. Бір жыл бойы байланыс орнаттық. Келісімсөз жүрген соң нақты келісімшартқа қол қойдық та, осы жылы көктемгі наурыз айында біз әйгілі профессор шақыруға мүмкіндік алдық. Бұл жақын жерден Малайзиядан, Қытайдан және көрші Ресей мемлекетінен де жетекші білікті мамандар келіп жатып, бұл жерде әртүрлі мүмкіндік бар. Біріншіден, шетелде болып жатқан жетістіктерге, ғылыми жетістіктерге нақты университет қабырғасында отырып ақпарат алу. Күшті. Екіншіден, уже студент болып тұрып, ғылыми жұмыстармен қызығатын студенттер барша бізде. Сол студенттерге мүмкіндік. Күшті. Ғылыми жетекшілермен тығыз орнату. Екіншіден, бізге сол университеттер келген соң, сол университет тығыз байланыс орнатып, ілгері келесіде қос дипломды немесе бірлескен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру. Яғни бала бір емес екінші бала мүмкіндігі бар ғой, қос диплом деген дұрыс па да? Күшті, керемет. Бағана сіз студенттер деп айттыңыз, мысалы, профессорды жіберемін, студенттер жіберемін дедіңіз. Студенттер сонда белгілі бір курстан кейін бара ма, оның шарттары не, немесе оқу үлгерім дейміз, оның бір белгілі бір меже болу керек па, сол туралы бір ақпарат бере кетсек ата-аналарға? Бұл жерде бір тереңінен айтатын болсам, осы соңғы оқу жылында, осы күзгі көктем семестрі алатын болсақ, сыртқа жіберетін студенттердің саны 10 есе көбейді. Бұның былай бір көрінбейтін бір жағы бар да, студенттің шетелде оқып келу үшін екі жақтың да білім беру бағдарламалары үйлесімді болу керек. Сәйкес келу керек қой. Сәйкес келу керек. Дұрыс, келісем. Енді сәйкес болмаса, онда студентті шетелге жіберу қиыншылық тудырады. Яғни бұл жерде біздің білім беру бағдарламаларының жоспарланып, әзірленіп, деңгейін сол шетелдік жетекші университеттермен сәйкестігін атап өтуге болады. Яғни барып келген студенттер ешбір қиындықсыз оқып келіп жатыр, өзінің білімдерін дәлелдеп жатыр, жаңа алған білімдерін келіп өздерінің студенттерімен бөлісіп жатыр. Яғни емін еркін шетел бар оқып келеді, сол жерде оқыған бағалар нәрсесі қабылдайсыз. Ол да уже, яғни баланың өз мамандығы, баратын университеттің бәрі жаңа сіз айтқандай үйлесімді болу керек, бір-біріне сәйкес болу керек. Әрине. Күшті, өте керемет, тамаша. Жалпы Дархан мырза, болашақта мысалы енді жаңа шетел деп жатырмыз да, осы 3-5 жылдың ішінде жалпы мысалы енді халықаралық деңгейде болсын, жалпы университетіңізді дамыту бойынша қандай жоспарларыңыз бар? Мысалы ертеңгі күні енді студент келгеннен кейін бір жағынан тоқтап қалғысы келмейді ғой, өскісі келеді, дамығысы келеді мысалы да. Осы тұрғыда қандай бір жоспарларыңыз бар болашақта? Университет ретінде, жалпы кампус ретінде дейміз ба? 3-5 жылда университет алып қойған мақсат орталық Азиядағы жетекші инженерлік университет болу. Вау, супер. Орта Азияда кәдімгідей. 3-5 жылда. Мықты. Енді бұл мақсатқа жету үшін біз бірнеше бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Бұл білім сапасын арттыру, ғылыми
зерттеулерді дамыту, күшті. индустриядағы серіктестікті күшейту және халықаралық интеграция. Мгм. Бірақ басты көрсеткіш, Омарбек мырза, бұл түлектің сапасы. Өте маңызды. Вот, өте маңызды. Біздің ұстанатын модуліміз деп айтуға болады. Мгм. Түлек диплом алғаннан кейін жұмыс істеп бармайды, жұмыс берушілер оны іздеп келеді. Вот, осы сөз Бұл, өте маңызды. бұл біздің стратегиялық бағдарымыз. Яғни сіздің студенттер бір жерге барып жұмыс іздемейді, керісінше компаниялар келіп сіздің студенттерді қалай еді, ол ағылшын бар ғой, хантинг жасайды, дұрыс емес? Иә. Хантинг жасайды. Иә. Вау, бұл да уже баланың деңгейі ғой. Иә. Бұл уже ертең сұранысқа ие, нарықтағы. Күшті, маған ұнады. Ата-анаға да керек сөздер бұлар. Яғни шынымен де көп ата-ана енді ойлайды ғой, оқуды, ладно, хорошо, қатты қағаз алды ма? Ата-аналар көрдіңіз ғой да? Яғни сіз бұл жерде білім алмайсыз. Бұл жерде тәжірибе жинайсыз. Бұл жерде ертеңгі күні қоғамда қажетті маман болудың алғашқы қадамдары. Сіз қоғамда өзіңізді дәлелдеудің қажеті жоқ. Сіз біліміңізді дәлелдеңіз, қоғамдағы компаниялар өзі келіп сізге жұмысқа шақыратын болады. Бұл өте маңызды. Сонда ата-аналарға ертеңгі күні, яғни балам жұмыс таба алмады демеңіздер. Балаңыз дамысын, балаңыз өссін, көресіз, компания өзі келетін болады. Бұл менің емес, ректордың өз аузындағы сөз. Маңызды. Көрдіңіз ғой да? Не үшін мен осындай подкасттарға ректор шақырамын? Өйткені ректорлар қаншама жол өткен кісілер, қаншама тәжірибе көрген кісілер, және қаншама студенттер түлеп шыққаннан кейін олардың жұмыс жаңағыдай тәжірибесін, компаниялардың бәрін көрген кісілер болғандықтан, тікелей осылай Дархан мырзаның айтқан сөзі ертең сіздің тікелей жүрегіңізге бару керек. Тікелей ертең балаңызға әсер ету керек. Сондықтан да білім ол әрдайым бірінші тұрғыда. Айтты ғой жаңа, студенттің сапасы. Көрдіңіз ғой да? Ертең студент сапасы неғұрлым жоғары болады, сіздің балаңыз нарықта сұранысқа ие болады. Дархан мырза, өте керемет. Рахмет. Жалпы студенттер туралы түсіндік. Енді жалпы енді Алматы білесіздер, көп баланың арман қуып келетін қаласы. Әрине. Өсемін деп келеді. Өкінішке орай кейде өшетіндер де бар. Енді Алматы, білмеймін, білім ордасы деп айтайын, әсем Алматыға бәрі армандап келеді, бірақ үлкен проблема жатақхана. Енді сіздің осы Мету университетінің осы тұрғыда жалпы қандай ұсыныстарыңыз бар? Жатақхана бар ма? Ата-анаға енді бұл маңызды. Мен сіздің локацияңызды білемін. Бардым өткенде, нағыз ана жер андай өте керемет жерде. Былай қарасаңыз, Әл-Фарабидің бойында былай қарасақ та, мысалы, осындай жерде балаға жатақхана ұсына аласыз ба деген сөз ата-анаға өте маңызды. Яғни ертең қарайды сізді, Google-дан іздеп қарайды, бұл қай университет? Вау дейді, ең мықты жерде локациясы. Жатақхана бар ма деген сұрақ кетіп кетті. Мен білемін, Алматыда көп жоғары оқу орны жоқ бұндай нәрсе. Сізде қандай мүмкіндік бар? Сол туралы айтып берсеңіз. Жаңа локациядан бастадыңыз ғой. Локациядан осы жерге тоқтап өтейін. Енді тарихи жағынан қалыптасқан елімізде бір академиялық қалашық бар. Тарихи қалыптасқан. Бұл Алматы. Алматының академия қалашығында орналасқан жалғыз Мету университеті ғана. Неліктен академия қалашық? Ол жерде айналамызда ғылыми зерттеу институттары. Сол барлық ғылыми зерттеу институттарымен бізде тікелей байланыс бар. Біздің студенттер бар, магистранттар бар, докторанттар бар, тіпті оқытушыларымыз бар. Сол ғылыми зерттеу институттарының жоғары деңгейлі лабораториялық базасында тағылымдаманы өтуге мүмкіншілік бар. Және олардың ғалымдары біздің университетімізде сабақ беріп, ғылыми жетекшілік жасау мүмкіндік тудырылған. Ол бірінші. Екіншіден, жатақхана жөнінде айтатын болсақ, әрине, ата-ананың Алматыға балаларын жіберген кездегі ең басты уайымдайтын мәселелері бұл қауіпсіздігі. Қауіпсіздік, иә. Екінші тұратын жер. Маңызды. Енді біздің жатақханамыз өзіміздің кампуста орналасқан. Барлық керекті қаражаттармен жабдықталған заманауи жатақхана. Енді қазір мен атап өтейін, осы бір 2 айда біз жаңа жатақхана іске қосамыз. Бұл жаңа жас ғалымдарға арналған, зерттеушілерге арналған, және осы жазда біз 500 студентке арналған жатақхана құрылысының бірінші қазба жұмыстарын бастаймыз. Вау, 500 балаға арналған жатақхана. Иә. Мәссаған, күшті. Дархан мырза, өткенде теледидардан
сіздің жалпы мына университеттің халықаралық деген үлкен шарасын байқап қалдым. Шын мәнінде көп ата үшін бұл ерекше бір оқиға. Өйткені шетелге шыға алмайды. Бірақ осы өзіміздің Алматымызда, Қазақстанымызда осындай тамаша мүмкіндіктерді оларды естісін дейміз. Қандай шара болды? Сол туралы біз ақпарат бере кетсеңіздер. Университетте ғылым 10 күндігі аясында мету ғалымдарының және студенттерінің ғылыми жетістіктерінің көрмесі ұйымдастырылды. Супер. Осы іс-шара аясында Оңтүстік Кореямен бірлескен озық технологиялар орталығы ашылды. Вау, қандай керемет. Супер, тамаша. Бұл орталықтың ашылуына 2 жылдай уақыт кетті. Негізгі атқарылатын жұмыстар анықталды. Білім беру бағдарламалары анықталды. Ақпан айынан бастап Корея мемлекетінен арнайы шақырылған мамандар біздің оқытушыларды, біздің PhD докторанттарды, магистранттарды оқытып жатыр. Сонымен қатар білім алушылардың қатарында біздің студенттер де бар. Супер. Әрі қарай келесі кезеңде осы оқытылып жатқан біздің қызметкерлер біздің студенттерге білім береді. Және бұл орталықта білім алуға барлық білім беру бағдарламаларының студенттері жол беріледі. Яғни бүкіл бағдарлама қатысады дейсіз ғой? Иә. Арнайы қосымша құзыреттіліктер беріледі. Тамаша, керемет. Жалпы осы іс-шарада мен білгенімше біраз шетелден келген профессорлар да болды, қателеспесем. Ол туралы бір ақпарат мен ойлаймын көп ата-ана керек. Қандай профессор келді, қайдан келді? Бір ойлаймын университет болғаннан кейін бұл профессор маңызды ғой. Сол туралы ақпарат берсеңіз, Дархан мырза. Аталған іс-шара аясында біздің студенттер үшін, біздің докторанттар, магистранттар үшін арнайы шақыртылған MIT профессоры. MIT денеймін. MIT-ден арнайы дәріс оқыды. Сонымен қатар Нобель сыйлығының лауреаты да келіп ашық дәріс өткізді. Нобель сыйлығы да. Аталар, Нобель сыйлығы MIT. Бұл сөздер құлағыңызға жағымды ғой да? MIT. Бұл топчик. Әлем бойынша Нобель екінің бірі, яғни бұл деге жете бермейді. И сол балалар, сол оқытушылар, профессор келіп сабақ беріп дәріс оқыды. Және айтқым келеді, бұл тек қана бастама. Еші тағы бұндай керемет жаңалықтар. Әрде осындай керемет жаңалықтармен бөлісе отырамыз. Супер, Дархан мырза, вообще керемет. Рахмет сіздерге осындай тамаша мүмкіндіктер үшін. Дархан мырза, жатақхана туралы өте керемет ақпарат бердіңіз. Яғни 500 балаға жатақхана соғу бұл әркімнің қолынан келе бермейді. Мен ойлаймын, әр ата-ана болашақта ойлайды бұның барлығын. Демек, ата-ана ертеңін Алматыға, Арман қаласына қуып келген кезде, құжат алып келген кезде, сіздің университетке, метуға емін-еркін жатақханадан жаңағыдай қысылмай орын табамын деп келіп құжат тапсыра алады ғой. Дұрыс қой? Тапсырылады. Супер. Бұл өте маңызды. Ата-аналар ертеңгі Алматыға келген кезде бұл өте маңызды. Болашақта да қаншама сізге мүмкіндік жасалып жатыр. Дархан мырза, бағана сіздер мына грант туралы көп айттыңыз. Мен осы жерде бір-екі сұрақ туындады өзімде қазір. 6 миллионға грант беріп жатсыздар. Бұл үлкен мүмкіндік. Республика олимпиададан кәдімгідей жүлделі орын алғандарға грант беріп жатсыздар. Бұл супер. Мемлекеттік итак алып жатыр, оған еще сіз жаңағыдай ноутбук беріп жатсыздар. Бүкіл жағдай жасап жатсыздар. Енді бірақ осындай кезде балалар мына ұбт-дан қорқады. Білем. Кей кезде ұбт-ның былай енді болады, қазір стресс жағдай болып жатыр, мысалы балалар жақындаған сайын қорқады. Кей кезде стресстен азалып қалатындар бар, мысалы. Осы кезде бір ректор ретінде ұбт туралы ақпарат берсеңіз, ұбт-дан егер ертең күні азалып қалса, басқа да мүмкіндіктеріңіз бар ма? Ол туралы ақпарат берсеңіз, өйткені ата-ана болғаннан кейін баланың болашағын уайымдайды, бала ұбт-ын уайымдайды. Ұбт уайымдаған кезде көп стресспен жүреді. Осы тұрғыда сіз бір басшы ретінде осындай балаларға қандай көзқарастарыңыз бар? Не айтар едіңіз? Жақсы сұрақ өте. Әрине, ұлттық бірыңғай тестілеу бұл соңғы нүкте емес. Күшті. Бұл өмірдің бір кезеңі ғана. Біз дәстүрлі түрге айналдырдық. Мынау ұлттық бірыңғай тестілеу өткеннен кейін мемлекеттік гранттар бәрі абитуриенттер, талапкерлерге берілгеннен кейін университет ішінде антиолимпиада ұйымдастырылады. Антиолимпиада? Антиолимпиада. Вау! Бұның атының өзі ерекше. Ерекше, атының өзі ерекше. Олимпиада, антиолимпиада. Бұл жерде талапкерлер өзін еркін түрде көрсете білуі және қойылған мәселелерді өзінің креативті ойлауын қосып, өзінің жаңағы аналитикалық ойлауын қосып, өзінің ерекше құзыреттіліктерін көрсетсе,
сол антиолимпиада жеңімпаздарына біз ректорлық грант ұсынамыз. Тағы да грант бересіз. Тағы да грант береміз. Тоқтаңыз. Мен кішкене қабылдамай жатырмын. Сіз и так грант беріп жатсыз олимпиадаға. Грант беріп жатсыз жаңағыдай неге алтын белгіге. Яғни ұбт-дан төмен баға алып қалса, немесе жаңағыдай белгі стресспен толық тапсыра алмаса, оларға тағы да олимпиада ұйымдастырып, тағы да грант бермекшісіз ба? Антиолимпиадан. Антиолимпиада. Атыңыз ерекше екен. Атылар, білмеймін енді. Бұдан басқасы қандай ақпарат керек? Қарындаш, сізге бүкіл жағдай жасап қойған. Яғни Құдай сақтасын. Ертең күні, яғни сіздер мемлекет грант салмай қалсаңыз, ұбт-дан аз алып қалсаңыз да, өмірдің соңы емес. Міне сізге метудың ректоры Дархан мырза тікелей айтып жатыр. Еще бір емес емес, дәстүрге айналған антиолимпиада бар. Қараңыз, просто сыни ойлау. Қарапайым дүние. Сізге бір отырып та жаңағыдай логарифм жатта демейді бұл жерде. Просто өзіңіздің креативтік өмірлеріңізден, шынайылық жаңағыдай өзіңіздің шығармашылық жағын көрсетсеңіздер, ерекше ойлау қабілеті бар екенін көрсетсеңіздер, міне осындай олимпиада жеңімпаздарына тағы да грант бар. Мен тамсана қарап отырмын. Өзім кейде оқым келген осылай кезде ше. Өйткені бұның бәрі мүмкіндік қой ата-анаға. Былай қарасаңыз да. Осы жерде атыңдар. Сіздерге бір ескертпе. Мына ертең күні ұбт бітеді. Жақындар 2-3 айдан кейін, одан кейін грант конкурсы болады. 13-20 шілде арасында 5 тамыз күні жарияланады грант конкурсы. Грант конкурстан кейін бүйтіп балаңыз білем кейде мен енді қанша жылда мен осы салада профильдік ретінде 5 тамыз бүтіп мен грантқа салмадым мама деп өшетте қалады. Осындай кезде балаңыздың өзіне бір осы подкаст жіберіңіздер. Көзінде от пайда болсын. Қара балам, қызым, сен әлі үмітің соң емес, жаңағыдай ұбт өмірің соң емес, әлі үмітін үзбе. Мына олимпиада бар деп, осы олимпиада жіберіңіздер. Осы олимпиада нәтижесінде ертең балаңыз жарқырап шығуы мүмкін. Сондықтан да бұндай мүмкіндіктерді мен әдейі осындай подкастқа шақырамын ректор мырзаларды, әдейі осындай подкаст арқылы сіздерге жеткізуге тырысып жатырмын. Себебі мен білемін, бала бұл әлі балаңыз шала дейді ғой, қорқады, ұялады. Осы подкаст көрген ата-ана бөліп алыңыздар, кесіп алыңыздар, сақтап қойыңыздар, осы видеоны керек болса бүкіл чатқа жіберіңіздер, өйткені бұл сізге тамаша мүмкіндік. Дархан мырза, білмеймін, біраз дүниені айттық. Біраз грант айттық, біраз білмеймін жетістігін айттық. Мен ойлаймын, әрбір ата-ана бұны түсінеді деп ойлаймын. Шын мәнінде қазіргі таңда енді жаңа басынан бір қорытындылауға тырысқым келіп жатыр. Университет бұл қатты қағаз емес. Дұрыс емес па? Бұл тәжірибе орталығы, бұл даму орталығы. Ертең күні сіздермен, декандармен, ректормен емін-еркін жаңағыдай сөйлесу, өзінің жаңағыдай деңгейін көтеру жақсы мүмкіндік. Осы тұрғыда мен сіздерге бір кішігірім бір сондай бір қазіргі таңда мода дейді ғой, тренд дейді ғой, бір сондай бір блиц сұрақтар қойсам. Қысқа. Балалардың қалай айтсам болады, ұнайтын сұрақтары. Сізге сұрақ қойсам, сізде жауап берсеңіз. Қалай қарайсыздар? Өйткені қазір біраз дүние айттық, біраз дүние аталар сіңірді өзіне, біраз ақпарат алды деп ойлаймын. Бұлай сұрасам, мету бұл мүмкіндік. Вау, мүмкіндік. Бүкіл әлем ашатын мүмкіндік. Супер, керемет, жақсы. Диплом әлде скилл? Скилл сапалы білім алатын оқу орнындағы скилл. Вау, қандай керемет. Атылар, қараңызшы. Диплом қатты қағаз керек емес бізге. Бізге балаңыздың қабілеті керек. Супер. ұбт төмен бағалаған талапкерлердің өмірі бітті ме? Жоқ. Бұл тек қана өмірдің бір кезеңі. Бір ғана сатысы дейсіз ғой да? Бұны өтті кеттік, алдымызға қаншама мүмкіндік. Вау, қандай керемет. Дархан мырза, біз сізбен отырсақ, тағы да 5 сағат сөйлесуге мүмкіндігіміз бар екен. Балаларымыз бірдей, біраз ашып жатырмыз. Рахмет сізге, біраз жақсы дүниелер бөлістіңіздер. Енді мен сіздің университетінде болдым. Өте тамаша локациясы бар. Жаңа айтқаныңыздай шынымен де нағыз Әл-Фарабидің бойында. Бір жағынан балалар үшін қол жетімді барлық жерге. Екінші жағынан жатақхана берулеріңіз. Мысалы, мен ойлаймын, ата-ана үшін бұл өте керек дүниелердің біреуі. Одан бөлек қанша мүмкіндік ұсындыңыз, гранттар болсын, білмеймін жаңадай. Өз басым, мысалы, көп университеттердің мынандай бір жаңадай ноутбук беретін естімеппін. Мысалы, ноутбук беру бұл алғаш менде мотивация бір жағынан енді ата-ананың қалтасына қолдау ғой, 4 жыл бойы ноутбук қолданады. Қазіргі заманда ноутбуксыз елестете алмаймыз. Бүкіл өміріміз ноутбуктың бір бөлшегі болды. Осының барлығын, яғни айтқаны үшін рахмет сізге, уақыт бөлгені үшін рахмет айтқым келеді. Шынымен де енді құрметті аталар, бүгін біз жай әшейін сұхбат болған жоқ бұл. Бұл әшейін подкаст болған жоқ. Бұл кәдімгідей сіздер үшін мүмкіндіктер әлемін ашатын бір подкаст болды, менің ойымша. Бүгін біз шынымен де метудың ішкі құпиясын көрдік. Метудың даму стратегиясын. Қараңызшы, болашаққа деген сіздің көзқарасын өзгертетін тақырыптарды қозғадық. Гранттар и так сіздердің ең қызық тақырыптарыңызды сізге жеткіздік. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл подкаст бәріңізге керек дүние деп ойлаймын. Дархан мырза, шын мәнінде бүгін уақыт бөлгеніңізге рахмет. Қаншама жақсы дүниені бөлістік.
соңғысы енді бір балалардың қызығушылығы ғой, енді Мгм. бір қызық болсын деп мен өз басым осындай подкасттардан кейін балаларға бір сондай бір комментарийға белсенді болсын деген ниеттен сондай бір кішігірім сыйлықтар таратамын. Мгм. Сізде бір ректор ретінде өзіңіздің университетте бір кішігірім жаңағыдай болады ғой, осындай бір естеліктері бола ма, мештері бола ма, сондай бір 2-3 сыйлық берсеңіздер. Былай десек бола ма? Комментарийға былай ең ерекше сұрақ қойған, белсенді болған арасынан сіз 2-3 балаға сыйлық берсеңіз, мен де өз басым мына өзімнің 4 таңдау консультациямдан сондай бір тегін өткіземін балаларға. Менен 3 балаға, сен 3 балаға қалай қарайсыздар? Келісеміз. Яғни сіз университеттің атынан меш бәрі бересіз ғой да? Әрине. Все. Құрметті ата-аналар, құрметті талапкерлер, осы подкасттың немесе осы ертеңгі инстаграмға бөліп қоямыз осы бөлімшелерді. Комментарийға ең белсенділерді, былай біреуді белгілейсіз ба, әдемі сұрақ қоясыз ба, өзіңіздің ойыңызды бөлісесіз ба, активно белсенді болғандарға менің атымдан рандомайз ретінде 3 балаға тегін 4 таңдау жасап беремін. Және ректор мырза атынан, Дархан мырза атынан да сіздерге 3 университеттің ең керемет сыйлығы, тосын сый болсын, мешіттеріңіз сыйлық бересіздер ғой да? Әрине. Оны біз ертеңгі рандомайзермен таңдайтын боламыз. Тамаша, керемет. Дархан мырза, уақыт бөліңізге рахмет. Соңғы сөзге өзіңізге берсек, жалпы болашақ осы талапкерлерге, аталарға бір ауыз өзіңіздің тілегіңіз. Құрметті түлектер, университет таңдау бұл жай ғана жоғары оқу орнын таңдау емес. Мектеп табалдырығында алған білімдеріңді дәлелдеп, қалаған жоғары оқу орнына, қалаған білім беру бағдарламасына түсулеріңе тілеймін. Міне, құрметті тыңдарман, кезекті подкастымыз өз мәресіне жетті. Байқағаныңыздай, біз білім туралы, ғылым туралы, болашақтың ең өзекті мәселесін талқыладық. Әрине, сіздерге грант туралы айттық. Қаншама мүмкіндік туралы жеткіздік. Стипендия, тіпті ноутбук туралы ақпарат бердік. Ата-аналар, бұның барлығы сіздер үшін. Сондықтан да осындай подкасттар жібере алмау үшін бізге тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, және осы подкастты, осындай маңыз тақырыптарды, білім саласын ертеңгі күні мектептің әрбір чаттарына, ата-аналар группасына, балаларыңызға жіберіп отырыңыздар. Өйткені біз сіздерге әрдайым пайдалы болуға дайынбыз. Сізбен бірге болған мен Омарбек Қошқынбайұлы.